Университетте студент кезімде мен мәсіхшілікті келемеждеп, оны жоққа шығаруды қалап, үкімді талап ететін айға қайдарлы бірінші кітабымды жазуға кіріскенімде, менде мәсіхшілік, тарих, сенімді түсіну жайлы соншама көптеген қате түсініктер қалыптасқан болатын. Менде, менің ойымша, осы әлемдегі әрбір адамда болған ең үлкен жалған пікірлердің бірінің не екенін білесіз бе? Ол мынау еді. Егер сіз бір нәрсені ғылыми тұрғыдан түсіндіре алмасаңыз, яғни ол жалған дегенге сенетінмін. Менің нені жалған деп тапқанымды білесіз бе? Мәсіхшілік сенім. Мен үнемі шындық болса, онда ғылыми тұрғыдан дәлелденуі тиіс дегенге сенетімін. Бірақ ол мүмкін емес. Неге десеңіз, түсіндіріп берейін. Жеке тұлға не оқиға туралы тарихи тұрғыдан қалай дәлелдеуге болады? Негізгі екі әдіс бар. Біріншісі заманауи ғылыми әдіс. Екіншісі тарихи құқықтық немесе өзіме ұнайтын атауы дәлел әдісі. Ғылыми дәлел қандай да бір фактіні оған күмән келтірген адамның қатысуымен оқиғаны қайталау арқылы дәлелдеуге негізделген. Басқа сөзбен айтқанда, бақыланатын эксперименттерді қолдану арқылы гипотезаның шындық екенін тексеру қазіргі заманғы ғылыми әлемнің негізгі әдістерінің бірі болып табылады. Ғылыми зерттеулер 4 құрамдас бөлікке негізделген. Біріншісі, оқиға қайта-қайта қайталанып отыруы тиіс. Екіншісі, сол оқиғаның процесі бақыланып отырылуы тиіс. Үшіншісі, нәтижесінде алынған деректер, және төртіншісі, гипотезаның эмпирикалық тексерілуі. Ал енді мен осыны тағы да қайталайын. Ғылыми тұрғыдан зерттеу қайта-қайта қайталанып отырылатын бір нәрсені не оқиғаны зерттеу. Ол нәрсе, я оқиға қайталауды, оның нәтижесінде деректер жинауды және қайталану арқылы эмпирикалық түрде тексерілген гипотезаға бақылау жасауға мүмкіндік беруі тиіс. Уэбстердің студенттерге арналған жаңа сөздігінде ғылыми зерттеуге бақылау және эксперименттер жүргізу арқылы деректер жинау деген анықтама берген. Британика энциклопедиясы ғылыми әдіске, өлшемге, құбылысқа, экспериментке немесе қайталанатын бақылауға байланысты деген анықтама береді. Гарвард университетінің бұрынғы ректоры Джеймс Конан ғылыми шындық жүргізілген эксперимент пен бақылаудың нәтижесі және әрі қарайда эксперимент жүргізу мен бақылаудың жемісті нәтижесі болып табылады. Ал алдағы бірнеше бөліктерде көретініміз, ғылыми зерттеуді мәсіхшілікке қолдануға болмайды, өйткені ол қайта-қайта қайталанатын бақылау жүргізуге болатын нәрсе емес. Сондықтан да ол ғылыми зерттеу саласынан тысқары.